Бүйрек үсті безі гландуля супрарреналис. Құрсақ арта кеңістігінде бүйректің жоғарғы ұшында орналасатын жұп без болып табылады. Пішіні жағынан пирамида тәріздес немесе конус пішінді деп айтамыз. Оң бүйрек үсті безінің алдынан қарастырған кезде мына топографиялық орналасуына қарағанда сол бүйрек үсті безіне қарағанда сәл төменде орналасады. Себебі өздеріңіз білесіздер, бүйректің оң жақ қапталын бауыр жауып жатқандықтан мына бүйрек үсті безде оң бүйрек секілді сәл төмендеу орналасатын болады. Бүйрек үсті безінің әрқайсында үш бетін ажыратамыз. Алдыңғы беті фациус антериор, артқы беті фациус постериор және де бүйректік беті фациус реналис. Дәл сол секілді жалпы бүйрек үсті бездері топографиялық орналасуына қарай 11-12 кеуде омыртқаларының тұсында орналасады. Және де синтопиясына келетін болсақ, артқы бетімен ол көкеттің негізінен бел бөлімімен шектеседі. Енді мына жерде топографиясының негізгі фотосын қойған жоқпыз. Және де алдыңғысымен бауырдың висцеральды бетімен, және де ал төменгі бетімен мына фациус реналис арқылы бүйрекпен өзара шектесетін болады. Сонымен қатар оң бүйректің мына марго медиалисі, төменгі қозы венасы вена кава инфериормен шектесетін болады. Енді оң және сол бүйрек үсті безінің алдыңғы бетінің бір бөлігі париетальды шығыстарымен өзара шектеседі. Дәл бүйрек секілді. Ересек адамдарда бір бүйрек үсті безінің салмағы шамамен 12-13 грамм болып келеді, ұзындығы 40-60 мм, ал ені 20-30 мм болып келеді. Бүйрек үсті безі бізде сыртқы пішіні жағынан көріп тұрғандарыңыздай кедір-бұдырлы болып келеді, және де алдыңғы бетінде біз ажыратамыз оның қақпасын, яғни хилиус супрарреналисті ажыратамыз. Осыдан бүйрек үсті безінің ортасына қарай вена централис еніп орналасатын болады. Ал ендігі бүйрек үсті безінің гистологиялық препараттағы құрылысына келетін болсақ, жалпы бүйрек үсті безінің ең сыртқы жағынан дәнек ерітінді жаңағы фиброзды қабығы жауатын болады. Одан ішке қарай, яғни кесіндісін бөліп қарайтын болсақ, оның қыртысты қабатын кортекс супрарреналис және де мыйлы затын медуля супрарреналисті ажыратамыз. Немесе гистологиялық препаратта көріп тұрғандарыңыздай мінекей мынау екінші номерде тұрған бұл қыртысты заты, ал мына үшінші номерде тұрған бұл мыйлы заты. Мынау бірінші номерде бұл фиброзды қабығы болып табылады. Осының ішіндегі енді кортекс үш бөлікке бөліп қарастырамыз. Бірінші бөлігін, яғни үш зонадан тұрады. Бірінші бөлігін шумақтық зона деп атаймыз. Бұл шумақтық зонаны зона гломерулеза деп атаймыз. Одан кейінгі ортаңғы ол будалық зона, зона фасцикулята деп аталады, және үшіншісі ол торлы зона, зона ретикулярис деп аталады. Аталған мына үш зонаны бөліп көрсеттік. Неге бұл үш зонаны бөліп көрсетеміз? Себебі бұл қыртысты затында осы үш зонаның әрқайсысы әртүрлі физиологиялық және де химиялық тұрғыда гормондары әртүрлі болып келеді. Сол үшін де біз үшке бөліп қарастырамыз. Осы бүйрек үсті безінің қыртысты затының жалпы гормондарының атауын біз кортикостероидтар деп атаймыз, ал ендігі олардың ішінде олар үшке бөліп қарастырамыз. Бірінші мына шумақтық зона жасушаларынан бөлінетін кортикоидтарды біз альдостерон деп атаймыз, немесе негізгі минерал кортикоид болып табылады. Ал будалық зонада бөлінетін ол глюкокортикоидтар, яғни ол гидрокортизон, кортикостерон, дегидрокортикостерон, дезоксикортикостерон немесе тестостеронда аталық безіне жақын тестостерон гормонда осы жерден шамалы түзіледі. Ал үшінші шумақта торлы бөлігінен эстроген және де прогестерон гормондары да бөлінетін болады. Келесі қабаты ол бүйрек үсті безінің
мыйлы заты, яғни медулясы. Бұл медулядан негізінен көптеген жасушалар орналасады. Бұл жасушаларды негізінен эпинефроциттер деп атаймыз. Бұл эпинефроциттер негізінен эпинефроциттер және де норэпинефроциттер екі түрлі жасушалар болады. Осының ішінде эпинефроциттер адреналинді синтездейтін болады, ал норэпинефроциттер олар норадреналинді синтездейді. Дәл осындай гормондарды синтездеуге қатысатын болады. Ал гормондардың негізгі қызметін физиология және де биохимия курстарында сіздер толығымен танысатын боласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.